Астананың Нұрлы жол темір жол вокзалы күніне 35 мың жолаушыны қабылдап өткізуге қабілетті. Армысыздар ағайын, эфирде инвестиция және даму бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Думан Мұхаммедқали. Бағдарламаның бүгінгі шығарылымында Астананың жаңа вокзалы жайлы айтатын боламыз. Нұрлы жол темір жол вокзалы Астана қаласындағы 1000 жылдық аллеясы маңынан бой көтерген ғимарат. Вокзалдың жалпы алаңы 126 мың шаршы метрді қамтиды. Жаңа нысанның ұзындығы 630 метр болса, биіктігі 49,5 метр. Астана Нұрлы жол темір жол вокзалының құрылысы 2014 жылы ақпан айынан басталып, 31 мамырда елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қатысуымен салтанатты түрде ашылды. Жалпы вокзалдың өткізу қабілеттілігі туралы атап кететін болсақ, 35 мың тәулігіне 35 мың жолаушыларды қабылдай алады. Бірінші вокзалымыз, яғни ол тәулігіне 12 мың жолаушыларды қабылдайтын болса, жалпы екі вокзалымыз тәулігіне 47 мың жолаушыларды қабылдай алады. Пойыздар ғимараттың ішіне енеді. Ол үшін жабық үлгідегі 6 эстакада салынған. Эстакаданың ұзындығы 2550 метр. Вокзал 6 қабаттан тұрады. Әр қабаттың өзіне тән жеке сипаттамалары бар. Первый, второй этаж у нас паркинг 740 мест. Бірінші, екінші қабат 740 көлікке арналған автотұрақ. Сондай-ақ бұл қабатта қызметтік техникалық бөлмелер орналасқан. Үшінші қабатта шатыр астында перрон бар. Ал төртінші қабатта басты кіреберіс пен 10 билет кассасы, анықтама бюролары, сонымен қатар сауда орындары бар. Бесінші қабатта фудкорт орналасқан. Ал алтыншы қабаттан қонақ үй мен әкімшілік кеңселерді таба аласыз. Жолаушыларды пойызға отырғызу мен түсіру үшінші қабат арқылы жүргізіледі. Вокзал жолаушылар ағынын, адамдар кезегін, қауіпсіздікті, билетті электрондық тәсілмен сату ісін басқару мен бақылаудың заманауи озық интеллектуалдық жүйелерімен қамтылған. Елордаға темір жол арқылы қатынайтын 54 бағыттағы пойыздарды Нұрлы жол вокзалы қабылдайды. Қазіргі таңда Астана Нұрлы жол жаңа вокзалы арқылы 54 пойыз жүреді. Оның 22-сі тұлпар-тальгі жүрдек пойыздары болса, 16-сы жолаушылар пойызы және тағы 16-сы қала маңында қатынайтын электропойыздар. Бұдан бөлек Астана Нұрлы жол вокзалының ішінде бір мезетте 10 касса жұмыс істейді. Оның 4-еуі тәулік бойы қызмет атқарады. Және сол кассаларға жұмыс істеу үшін халықаралық талаптарға сай бірнеше тілді білетін қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгерген мамандар арнайы таңдалып іріктеліп алынды. Жаңа темір жол вокзалы білікті мамандармен қатар озық технологиялық құрылғылармен жабдықталған. Себебі жаһандық ауқымдағы экспо көрмесі қарсаңында жаңа темір жол вокзалының маңызы айрықша. Жоба мазмұны бойынша вокзал жай ғана темір жол бекет емес, елорданың жер үсті бас қақпасы ретінде әспеттеледі. Алдымызда Экспо 2017 мамандандырылған көрмесін өткізу жоспарланып отыр. Министрлікпен және жергілікті атқарушы органдармен өткізген жұмыс шеңберінде аймақтардан 1.100.000 жолаушы темір жол көлігімен келеді деп жоспарланып отыр. Соны ескере отырып, Астана Нұрлы жол темір жол вокзалы және Астана қолданыстағы Астана ескі вокзалы толықтай темір жол көлігінің қолжетімділігін қамтамасыз етеді деп есептейміз. Шаһар тұрғындарының табиғи өсімі мен көші-қон есебінен, сондай-ақ экспо көрмесін өткізуге байланысты елордаға ағылып келетін халық санын ескере отырып, жергілікті билік қосымша пойыздардың жолға шығуын әзірлеп отыр. Жергілікті атқарушы органдармен жұмыс жасалынды деп айттық. Сол кезде бізде бірлескен жоспар жасалған. Жоспардың міндеттерін қамтамасыз ету мақсатында біз өз тарапымыздан 14 пойыз іске қосамыз деп жоспарлап отырмыз. 14 пойыз қосымша темір жол көлігімен бізге 500 мыңға жуық жолаушыны тасымалдауға мүмкіндік береді. Қосымша пойыздар негізгі бағыттар ол Астана Алматы, Астана Жамбыл, Астана Шымкент, Астана Атырау және Астана Орал болып табылады. Астананың жаңа Нұрлы жол темір жол вокзалында 6 қабылдап жөнелту жолдары бар. Көріп тұрғандарыңыздай перронның төбесі жабық, жан-жағы шыныменен қымталған. Астананың қарлы, боранды, желді орайына өте қолайлы деп ойлаймын.
Қала тұрғындары мен қонақтары үшін 52 эскалатор мен 26 лифт орнатылған. Мүмкіндігі шектеулі жандарға барлық жағдай қарастырылған. Арнайы жолдар мен кассалар, Braille әліпбиі бойынша жазылған ақпараттық тақта, санитарлық орындар бар. Сонымен қатар вокзалда ана мен бала бөлмелері, медицина пункттері орналасқан. Вокзалдың қауіпсіздігі де басты назарда. Ғимаратта жолаушыларды тексерістен өткізетін 16 кіреберіс бар. Оның үстіне 510 бейне камера орнатылған. Вокзалдың негізгі техникалық параметрлеріне тоқталатын болсақ, яғни вокзал ол жолаушылар терминалынан, техникалық парктен, теміржол эстакадасынан тұрады. Вокзалдың 6 қабаты бар, яғни жалпы көлемі 126 000 шаршы метрді құрайды. 6 қабылдап жөнелту теміржолдары бар. Сондай-ақ негізгі атап кететін жайт ол, яғни Экспо 2017 жылы көрмесінің тематикасы шеңберінде вокзалда соңғы озық энергия үнемдеу технологиялары қолданылғанын айтып өтеміз. Мұндағы астыңғы қабатта орналасқан жылу алмастырғыштар вокзалды термалдық көздер арқылы қыздырады. Бұл технология ғимаратты қыста жылытып, жазда салқындатып тұрады. Нысанның шатырында жинақталған жаңбыр суын қайтара пайдалануды көздеп отырмыз. Жаңбыр суы техникалық қажеттіліктерге, жер телімін суғаруға кетеді. Бұл жасыл технологияда қолданылатын ең озық жобалардың бірі. Ауа баптау жүйесінде байқап көреміз, яғни ғимараттың бір бөлігінен екінші бөлігіне ауаны алмастырамыз. Суық болып тұрған жерге жылы ауаны жібереміз. Осылайша вокзалды жылытуға кететін энергияны үнемдейміз. Біздің жердің тұрақты температурасы арқылы ауаны жылытуға мүмкіндік бар. Жердің төменгі ауа қабатында радиаторды орнаттық. Ол арқылы жазғы маусымда ауаны салқындатып, қысқы уақытта жылытуға болады. Автоматтандырылған құрылғы энергияны барынша үнемдейді. Жоба құрылысын жүзеге асыру барысында 2000 жұмыс орны ашылып, пайдалануға берілген соң 1800 адам жұмысқа қабылданған. Нұрлы жол вокзалы бұл темір жол саласындағы соңғы әлемдік стандарттар бойынша құрылған заманауи кешен. Жүріп тұратын пойыз вагондарында мүмкіндігі шектеулі жандарға толықтай жағдайлар жасалынған, және теміржол көлігімен жүктерді тасымалдау қағидаларына сәйкес, және Қазақстан Республикасында халыққа қызмет көрсету ұлттық стандарттарына сәйкес сервистік қызметтер көрсетіледі. Бүгінде еліміз бойынша 14 бағытта жүрдек пойыздар қатынайды. 2022 жылға қарай ел аймақтарының барлығы қамтылмақ. Нұрлы жол теміржол вокзалына халықаралық бағытта қатынайтын маршруттар санын ұлғайту алдағы жоспарға енгізілген. Бүгінгі таңда Астана Нұрлы жол вокзалына алғашқы халықаралық пойыздарда келіп жетті. Соның ең алғашқысы Самарқанд Астана пойызы тұңғыш рет жаңа маршрут ашылды. Және бұл халықаралық Экспо 17 көрмесінің қарсаңында елеулі оқиға болып табылады. Бұдан бөлек жақын арада Душанбе Астана жаңа маршрут ашылады. Оны пойыз келу қарсаңында пойыздың жүру кестесін және уақытын қосымша хабарлайтын боламыз. Қаланың ішкі теміржол нысандарын дамыту құрылысына алдыңғы қатарлы инновациялық технология пайдаланылған. Шудан қорғайтын құрылғылармен қапталған теміржол эстакадасы қаланың көлік ағынына кедергі келтірмей, жолаушыларды жаңа теміржол вокзалына жеткізеді. Жаңа вокзал Астана теміржол желісін дамытуға елеулі үлес қосары сөзсіз. Елорда агломерациясына көліктік қызмет көрсетіп, өңірлерді байланыстыруға өз септігін тигізетіндігіне нық сенімдеміз. Астананың жаңа Нұрлы жол теміржол вокзалы туралы айтпағымыз осы болды. Аптайын алып келгенше аман сау болыңыздар. Жортқанда жолдарыңыз болсын.